Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Бұл видеода әлде қашан сатып алынған акцияны қалай сатамын деген сұраққа жауап беретін боламын. Акцияны сату үдерісін Халық Инвест брокерінде көрсететін боламын. Сізде басқа брокер болса және сол брокерде акция сатуды білгіңіз келсе, төменге пікір жаза кетіңіз. Сатып алынған акцияны неге сатады? Оған инвесторды бірнеше себептер итермелейді. Біріншіден, акция бағасы сатып алынғаннан кейін жақсы өсіп, инвестор осы өсімнен пайда көріп қалғысы келгенде сатуы мүмкін. Екіншіден, инвестор өзінің инвестициялық жоспарларын қайта қарап, өз портфелінің құрамын қайта өзгерткісі келген жағдайда сатуы мүмкін. Үшіншіден, егер нарықта бір жағымсыз экономикалық жағдай туындаса, инвестор акция бағасы сатып алған бағадан да төмен түсіп кетуі мүмкін деп шығынға ұшыраудың алдын алып сатып жіберуі мүмкін. Төртіншіден, жалпы компанияның қаржылық көрсеткіштері күткендегідей болмаса, оның акция бағасына әсер ететінін түсініп, инвестор акцияны сатуға ұмтылуы мүмкін. Егер сізде осы себептердің біріне байланысты акцияңызды сатқыңыз келсе, өз халық брокеріңізден келесі қадамдарды орындасаңыз болады. Қадамдарды көрсетпес бұрын, видео сіздерге ұнап жатса, лайк басып, арнаға тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Акцияны халық брокері арқылы сату үшін, біріншіден, Халық банкінің қолтаңбасына кіреміз. Осы жерде ашылған алғашқы беттен ары қарай инвест парағына өтеміз. Сізде инвестициялар беті ашылады. Осы беттің төменгі жағында акциялар деген жерде сіздің сатып алған акциялар тізімі шығады. Осы жерден сіз өзіңіз сатқыңыз келетін акцияны таңдайсыз. Менің жағдайымда мен мысал ретінде өткенде сатып алған Халық банкінің акциясын сататын боламын. Сол үшін де Халық банкінің акциясының үстінен басып, келесі бетке өтемін. Бұл бетте компания акциясы жайлы және портфельде осы компанияның акциясының қанша данасының бар екендігі, қандай бағада алынғандығы және қанша теңгеге өскендігі туралы ақпарат шығады. Акцияны сату үшін экранды төмен қарай жылжытып, сұр түске боялған сату деген батырманы басамын. Бұл жерде де лимиттік немесе нарықтық тапсырыс беруге болады. Мен лимиттік тапсырыс беремін. Сатқымыз келетін бағаны құны деген жерге жазамыз. Санын өзгерту үшін қосу және алу таңбасын басып өзгерте аламыз. Барлық ақпаратты көрсеткеннен кейін жасыл сату батырмасын басамыз. Осымен сіздің сатуға деген өтінішіңіз жіберілді. Енді тапсырыстың орындалғанын күтіңіз. Тапсырыс орындалғаннан кейін сатылғаннан түскен ақша 2 жұмыс күнінен кейін инвестициялық шотыңызға келіп түседі. Сіздерге видео түсінікті болды деп ойлаймын. Инвестицияларыңыз табысқа толы болсын. Сұрақтарыңыз қалса, пікір қалдыра отырыңыздар. Барынша жауап беруге тырысамын. Келесі видеода кездескенше.